Сәлем құрметтілерім, менің рецептімді көріп отқаныңыз үшін рахмет. Бүгін сіздермен жаз мезгілінің хит сусыны мохито жасаймыз. Бұл жай мохито емес, арбуздан жасалған мохито. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші арбузды кесіп, бөліктерге бөліп, суын алу үшін блендермен аздап езіп аламыз. Сосын артық заттарын, яғни шопақтарын алып тастау үшін сүзгіден өткіземіз. Достар, арнама тіркеліп, басқа әлеуметтік желілерде жақындарыңызбен, достарыңызбен менің осы рецепттерімді бөлісуді ұмытпаңыздар. Арбуздың суын бөліп алдық. Енді лимонды бөліктерге бөлеміз. Мен лимон пайдаландым. Негізі оригинал рецептте лайм қолданылады. Лимонды да, лаймды да қайсысын қоссаңыздар да өте дәмді шығады. Сол себепті қайсысын пайдалансаңыздар да таңдау өздеріңізде. Енді ыдысымызға жалбызбен лимон бөліктерін салып, аздап еземіз. Езетін себебіміз жаңағы осы лимон мен жалбыздың суы, яғни соғы жақсылап шығуы қажет. Оның үстіне суымызды құямыз. Суымыз бізде газдалған су. Газдалған судың кез келген түрі бара береді. Жақсылап араластырамыз, оның үстіне жаңағы арбуздың согын құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Егер қажет болса, мұз салсаңыздар да болады. Мен мұз салған жоқпын. Одан кейін осындай трубочканы салып, лимонды әдемілік үшін шетіне осылай кесіп қойып, ұсына берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.